Білім беру нарығында 54 жылдық тарихы бар. Мана Бөтебаев атындағы жоғары жаңа технологиялар колледжі талай ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беріп келе жатқан киелі шаңырақ. Әсіресе оңтүстік жастары үшін қажетті тапшы мамандарды сапалы даярлаудағы мақсаты биік. Заман талабымен үндескен колледж қазіргі таңда 11 мамандық 14 біліктілік бойынша кадрлар әзірлейді. Бүгінде оқу ордасынан шыққан түлектер қаламыздың өркендеу жолындағы әрбір саласына өз үлестерін қосуда. 1969 жылы Шымкент гидромелиоративті құрылыс техникумы болып құрылған бұл оқу орны республикада алғашқылардың бірі болып коммерциялық негіздегі колледж атанған. Білім ордасының беделді болуы Мана Бөтебаевтың есімімен тікелей байланысты. Әсіресе 1994-2004 жылдар аралығында колледждің өрлеу кезеңі десе болады. Себебі сол уақытта жастардың толыққанды сапалы білім алуына, мазмұнды демалуына, өнермен және спортпен айналысуына ерекше көңіл бөлінген. Бұдан кейінде талай басшылық жасаған азаматтардың кезінде колледжге жаңа мамандықтар енгізіліп қана қоймай, материалдық базасы да жақсара түсті. Барлық саланың темірқазығы білім десек, мегаполис атанған Шымкентті дамытуда бірінші кезекте мықты мамандар болу қажет. Бұл мақсатта аталмыш колледж кәсіптік техникалық білім беруде тың жобалармен жұмыс жасауда. Мұндағы 2000-нан асатын студенттердің бос уақыты жоқ. Бірі мамандықтары бойынша жобалармен айналысса, ал бірі өзін-өзі басқарудың бірыңғай органы ретінде студенттік тіршілік әрекетінің маңызды мәселелерін шешуге атсалысып жүр. Бұл ретте 80 студент мүшелік ететін студенттік парламент бар. Олардың басты мақсаты жастар саясатын жүзеге асыру, жастардың қоғамдық маңызды бастамаларын қолдау болып табылады. Біз осы уақытқа шейін нашақорлық бойынша құқық фракциясы бізде жұмыс жасады. Суицидтің алдын алу немесе жаңағыдай студенттердің өзін-өзі басқару бойынша өзі ұстану және бақыт фракциясы, яғни психология жұмыс жасады. Психологтарды шақырып арнайы жұмыстар өткіздік. Одан кейін мәдениет фракциясы ол бойында өнері бар студенттерді жаңағыдай сахнаға шығарып, үлкен сахналардан, яғни өзіміздің сахнамыз бар, немесе басқа қалалар, осы Шымкент қаласының көлеміндегі жарыстарға апарып, алаңға шығарып, өнерін көрсеттік, қолдау көрсеттік. Ал енді сонымен қатар дебат фракциясы бар. Өз ойын ашық айтатын жастардың барлығын бір алаңға жинап, осы дебаттан үлкен алаңдарға шығардық. Мәселен, біз соңғы рет ақиқат дебат клубын білесіздер, пікірсайыс орталығын Мұхтар Әуезов университетінде. Сол жерде ерікті түрде қатысып, енді жүлделі орын алмасақ та өз деңгейімізді көрсетіп қайтқан болатынбыз. Политехникалық колледжге де барып жарысқа қатысып қайттық. Бірнеше пікірсайыстан жолдастық кездесулер ұйымдастырдық, басқа колледждерге барып. Енді алдағы уақытта бұдан да үлкен жоспарлар бар, үлкен қадамдар бар. Алдағы уақытта біз дами береміз деп үміттеміз.